Иә, баяғыда біздің әжелеріміз, ата-бабаларымыз ырым қылған ғой, қайтқан адамның қолғабын жоғарыға іліп қояды. Сиырдың емшегі іскенде, бүйтіп сонымен бір сипағанда емшегінің ісігі кетіп барады, жазылады. Соны біздер жаңағы неліктен екенін де білмейміз, арғы жағын. Сол қолғапты қолданып, соны қасиетті қолғап деп ойлайтын едік. Неге десек, сиырдың емшегінің ісігі жазылып кетеді. Соның қасиеті бар деп, неліктен екенін де білмейміз. Баламыз ғой енді, жас кезіміз. Соны мына оң жағын жуындырады, оң жағын былай қояды, сол жағын жуындырады, сол қолменен қайтқан адамды жуындырады. Оның мына ішінде әптектің резеңке қолғабы бар ғой, 5 саусақты, соны киіп алады, әптектен әкеліп. 5 адам жуындырса, қайтқан адамды, 5-еуі де 5 қолғапты әптектен әкеліп резеңке киіп алады. Бірақ мынандай киіндіретін несі бар ғой, кебіні. Сол кебіні 10 метр болса, соның 7 метр жетіп жатыр, қалған шетінен жыртып алады да, қолдарын орайды, жерден түйіп қояды, сонымен жуындырады. Сол әрбір әйелді 5 әйел жуындырса, 5 әйелде тұрады, үстін сыйпайды ғой. Сол сыйпаған қолғапты аяққа бастырмайды, жерге пакетке салады, жоғарыға іліп қояды. Шкаптың үстіне, шкаптың үстіне көрінбейтін жерде тұрады. Солар сиырдың емшегі, қойдың бір жері ісіп жатса, соны алады да тауып алады да бісміллә деп. Дымда білмейсіңдер, оқу да білмейсің, тоқу да білмейсің, бісміллә деп бір сыйпайсыз, сода жазылып кетеді. Сол ғой.